Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді пломбирный медовик жасайтын боламыз. Бұның бір ерекшелігі қамырын оқтаусыз жаятын боламыз. Ал бастайық. Бізге осындай бал қажет болады. Табиғи балға қарағанда осындай жасанды бал қолданамыз. Ең бірінші ыдысымызға су құйып, үстіне құрғақ ыдысымызды қоямыз. Бұл бізде водяной баняға жасаймыз. Балымызды құямыз жаңағы бір банка. Үстіне шай қасықпен содамыз салып, осындай қоңыр түске айналғанша ұстаймыз отты. Үстіне ерітіліп тұрған жұмсақ сары майымызды салып, оттың астын өшіріп қоямыз. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқа және қантымызды салып, шанышқының көмегімен немесе миксердің көмегімен осылай қант ерігенше араластырып аламыз. Жаңағы балымыз бен сары майымыз еріп дайын тұр. Соның үстіне жаңағы қант пен жұмыртқаны салып араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, 3 бөлікке бөліп саламыз ұнымызды. Салып бәрін араластырғаннан кейін осындай қоймалжың масса дайын болады. Қоңыр осындай әдемі түс болады. Ол бізде отта көп ұстаған кезде осындай түс береді. Пергамент қағазымызға 2 ас қасықтан саламыз. Ұнымызды сеуіп, қорықпаңыздар, ұн көп болып кетті деп, ол қамыр өзіне керекті ұнды алады, керек емесін сыртынан шығарып тастайды. Осылай қолымызбен жақсылап ұрып отырып, қорықпаңыздар. Бастапқыда кішкене қиынырақ болады, бірақ қолдарыңыз икемделіп үйреніп кететін болады. Осылай қамырды қолымызбен жайып шыққаннан кейін, осындай қалыңдықта қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 5-7 минут пісіріп аламыз. Осындай қоңыр болып пісу керек. Тез піседі, күйдіріп алмаңыздар. Жұмсақ қамыр осындай, ұн көп емес, қарап тұрғандарыңыздай, ол ұн өзі бөлек түсіп қалады. Келесі кезекте біз барлық коржды пісіріп алғаннан кейін осындай темір дөңгелек формамызбен осылай кесіп аламыз. Менде диаметр 22,5. Осы қамырдан бізде 8 қамыр дайын шығады негізі. Менде бүгін 5 қамырды пісіріп көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, өте әдемі жұмсақ қамыр дайын болды. Осылай бәрін кесіп алғаннан кейін бөлек қойып қоямыз. Енді қазір креміне кірісеміз. Шеттерінің кесінділерін қойып қоямыз. Қазір бетіне сепкенге қажет болады бізге. Міне осылай блендерға салып аламыз дағы, езіп қоямыз. Қараңыздар, менде крем 33-35 майлылығы пайызы осындай болу керек. Қоюлатылған сүтіміз жарты банка кететін болады. Бәрін ақырын миксердің төменгі скоростімен бастаймыз, одан кейін көбейте береміз скоростін. Осындай 7 минуттай кремін дайындаймыз. Қоймалжың крем болады. Ең астына біз осылай бір қасық крем жағып қоямыз, ол бізде корждарымыз қимылдап кетпес үшін. Жаңағы дөңгелек формамызды қойып, 2 ас қасық, 2 немесе 3 ас қасықтан крем салып отырып, осылай корждарымызды жинаймыз. Өте дәмді болады. Осы вариантта жасасаңыздар, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Міне, менде 5 корж дайын болды. Қалған қамырды негізі пісірмейсіздер, холодильникке тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Оны 3-4 күнге дейін сақтауға болады, бетін жауып, жаңағы шикі қамырды. Басқа кезде қолдансаңыздар болады. Менде бүгін 5 коржды пісіріп алдым. Осылай барлығын тізбектеп, крем, корж кезектеп жинаймыз. Осыны қазір мұздатқышқа саламыз, яғни холодильникке. Бетін жабамыз. Жар сағатқа қойғаннан кейін осындай болды, өзіне сіңіріп, кремдерін әдем болды. Шетін пышақпен осылай кесіп аламыз. 2 жағынан тартып, формамыздан шешеміз. Мінекей, өте әдемі болды. Қалған кремді осы шетіне барлық жағына, жағылмай қалған жағына кремдерді жағып шығамыз. Үстін тегіс істейміз. Енді өздеріңізге қалағандай сәндесеңіздер болады. Жаңағы осылай майдалап алған
блендердағы корждарымызды жан-жағына сеуіп шығамыз. Мен осылай қойып қойдым, бірақ жасамай қойсаңыздар да болады. Менде сәндеу үшін осындай жеміс-жидектер, тәттілер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Майра. Сау болыңыздар.